Армысыз құрметті көрермен, сіздермен бірге Қазақ Ньюс апта жақтар легін ұсынамыз. 13 наурызда еріген қар суы салдарынан Қобда ауылында 15 үй, 28 аула аумағы дене шынықтыру сауықтыру кешенінің ғимаратының бір дәмхана су астында қалды. Ал тұрғындар эвакуациялық пунктке көшірілді. 13 наурыз күні кешке қарай Ақтөбе облысының Қобда ауылын кенеттен тасқын су басып қалған. Саманнан салынған үйлер құлаған. Ауыл адамдары үйлерінен шығып үлгерген. Төтенше жағдайлар қызметі эвакуациялаған 100-ге жуық адам қазір ауылдағы спорт мектебі мен аудандық ауруханада отыр. Су тасқыны Қобда ауылына қауіп төндіргендіктен құтқарушылар Самара-Шымкент тасжолының 613 шақырымын бұзуға мәжбүр болған. Соның салдарынан Қобданың екі жағында 500-ден астам көлік тоқтап қалған. Апатты құтқару жұмыстарына 128 адам, 37 бірлік техника, 9 бірлік су сорғылау құралдары жұмылдырылды. Материалды құндылықтарды эвакуациялау, инертті материалды тасымалдау, үйлердің маңына инертті материал және қапшықтарды төсеу бойынша шаралар қабылданды. Қасым-Жомарт Тоқаев Анкараға жұмыс сапары барысында Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанмен кездесу өткізді. 16 наурызда Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанның шақыруымен түркі мемлекеттері ұйымының кезектен тыс саммитіне қатысу үшін Анкараға жұмыс сапарымен барды. Мемлекет басшысы ең алдымен жойқын жер сілкіністен зардап шеккен Түркия халқына көңіл айтты. Іс-шара барысында ұйымның апат пен төтенше жағдайлар менеджменті және гуманитарлық көмек саласындағы қызметінің басым бағыттары, соның ішінде табиғи апаттарға қарсы күрес жөніндегі ынтымақтастықты үйлестіруге және нығайтуға қатысты мәселелер қарастырылды. Сонымен қатар президент Түркия Қазақстанның басты сауда серіктестерінің бірі екенін айтып өтті. Араға 1,5 ай уақыт салып, жер сілкінісінен зардап шеккен Шанлыурфа мен Адыяман қаласында толассыз жауған нөсер салдарынан су тасқыны болды. Су тасқыны салдарынан 10 адам қаза тапты. Апат және төтенше жағдайлар басқармасы Адыяман мен Шанлыурфаның Тұт ауданында нөсер жаңбыр салдарынан болған су тасқынына байланысты мәлімдеме жасады. Соңғы тәулікте шаршы метрге 136 мм жауын-шашын түскен Тұт ауданында контейнердегі су басу салдарынан 18 адам қаза тапты. Жоғалған 3 азаматты іздеу құтқару жұмыстары жалғасуда. Бір жыл бұрын 2022 жылдың 24 ақпанында Ресей Украинаға қарсы соғыс ашты. Ресми Мәскеу арнайы әскери операция деп атаған соғыс салдарынан 12 миллион украиндық үйін тастап кетуге мәжбүр болды. Оның 5 миллионы шетел асты. Мұндаған адам қаза тапты. Оның ішінде 464 бала қаза тапты. Апта жақтар легі осы. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақньюс.kz сайтынан оқи аласыз. Келесі жүздескенше.